Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз өте әдемі көрінетін, қонақтарыңызды ерекше таңғалдыратын кешкі ас дайындаймыз. Ең алдымен етімізді турап аламыз, қызып тұрған майымызға жақсылап тұрып қуырып аламыз. Және де оның үстіне су құйып, піскенше 1-2 сағаттай пісіреміз. Яғни ол сіздің етіңізге байланысты. Менде мұнда қойдың еті 1,5-2 сағаттай пісті. Дәміне қарай тұз, бұрышын қосасыздар. Менде тұздалған ет болғандықтан мен ешқандай дәмдеуіштер қоспадым. Ал енді көкөністерімізді дайындап аламыз. Мен ол үшін картоп, болгар бұрышы, сәбіз, пияз және де сарымсақ алдым. Осыларды енді жақсылап тұрып маринадтаймыз. Ол үшін сұйық майды құйып алдым және де тұз және дәмдеуіштер салдым. Сіздер өздеріңіз ұнатқан дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Ал енді барлығын жақсылап тұрып араластырып алып, духовканың табасына саламыз. Мен табаның үстіне пергамент қағазын салдым. Өз қалауларыңызша істеуге болады, немесе табаға май жақсаңыздар болады. Осылай біркелкі етіп салып алып, духовкаға 30-45 минуттай пісіріп аламыз. Ал енді тамағымыздың үшінші бөлігіне кірісеміз. Ол үшін фаршқа тартылған етке сәбіз және де пиязды қосып, үстіне дәмдеуіштерді қосып, осылай араластырып аламыз. Ал енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін суға тұз және де жұмыртқаны салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне құйып, қанған жақсылап тесто жасаймыз. Жасаған қамырымызды осылай пакетке салып қойсаңыздар болады, немесе жай ғана бетін жауып қойсаңыздар болады. 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Біздің қамырымызды осылай 4 бөлікке бөліп, жұқалап тұрып илейміз. Жұқалап жайылған қамырымызды пышақпен немесе осындай кескішпен кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей, әр кескенімізді тағы да ортасынан кесеміз. Ал енді қамырымыздың ортасына салмасын саламыз. Оны жұқалап тұрып жайып аламыз және де роза гүлі сияқты әр қамырымызды жасаймыз. Енді осы жасаған қамырларымызды мантыварканың табасына 45 минуттай пісіріп аламыз. Кәдімгі манты пісіргенде пісіреміз. Біздің көкөністерімізді духовкадан алып, осылай қазанның ішіне еттің үстіне бір бұқтырып аламыз. Біздің тамағымыз дайын. Енді әр қайсысын кезек-кезек саламыз. Осындай әдемі табақ алып, оның үстіне көкөністер, оның үстіне етімізді және де жаңағы дайын болған роза гүлдерімізді саламыз. Үстіне тағы да әсемдеу үшін қияр немесе қызанақты әдемілеп турап салсаңыздар болады. Және де міндетті түрде көк пияз, петрушка, укроптарды турап салыңыздар. Сонда
өте әдемі, аппетитный болып шығады. Міне біздің дайындаған тамағымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, комментарий жазып, және де менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Ас болсын, міндетті түрде дайындап, өз жақындарыңызды қуантыңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Сіздермен бірге мен Диана. Келесі видеоларда көріскенше.